Ай мектеп. Аға, қараңызшы. Басқа сағаттардың бәрінде 12-ге дейінгі сандар жазылған. Мұнда 24-ге дейінгі сандар жазылыпты. Дұрыс, Дана. Себебі бір тәулікте 24 сағат бар. Тәулік деген не? Мына сағаттың жартысы қара, жартысы ашық түспен берілгенін байқадың ба? Себебі тәулік дегеніміз бір күн мен бір түнді қосқандағы уақыт. Басқа сағаттар 3-ті көрсетсе, мына сағат 15:00 деп тұр. Себебі жаңа тәулік түнгі 12-ден, яғни 24-тен кейін басталады. Ал таң жаңа тәуліктің 6-шы сағатында атады. Сондықтан да күндізгі 12-ден кейінгі бірді 13, ал 2-ні 14 деп айтуға болады. Басқа сағаттарда 2 тіл болса, мына сағатта 3 тіл бар екен, және онысы өте тез жүреді. Дана, мұның бәрі уақытты өлшеуге арналған. Мынау өте тез айналып тұрған секундтық тіл. Секунд ең қысқа уақытты өлшейтін бірлік. Сағаттың бұл тілі 60 секундта бір айналым жасайды. Осы кезде минуттық тіл алға бір орын жылжиды. Себебі 60 секунд 1 минутты құрайды. Сағат бетіндегі көрші сандардың аралығында 5 минуттан бар. Минуттық тіл 12-ден шығып, 12-ге қайта келгенде 60 минут өтеді. Ал 60 минут 1 сағатқа тең. Бір тәулікте сағаттық тіл осы сандарды 2 рет айналып өтеді. Ең үлкен уақыт өлшем бірлігі тәулік пе? Жоқ. Тәуліктен үлкен уақыт өлшемі апта. Бір аптада 7 тәулік бар. Аптадан үлкен өлшем ай. Бір айда 30-31 күннен болады. Тек қана ақпан айында әдетте 28 күн болады да, 4 жылда бір рет 29 күн болады. Айдан үлкен уақыт өлшемі жыл. Бір жылда 12 ай, 365 немесе 366 тәулік бар. Ақпан айы 29 күннен тұратын 366 күндік жылды кібісе деп атайды. Жылдан үлкен уақыт өлшем бірлігі жоқ шығар? Бар, әрбір 12 жыл бір мүшел деп аталады. Себебі 12 жылдан кейін жылдар қайталанады. Мен білетін уақыт өлшем бірлігінің ең үлкені ғасыр. Бір ғасырда 100 жыл бар. Мәссаған, 2 ғасыр ешкім өмір сүрмейді. Онымен кім уақыт өлшейді? Бұл өлшем ғылым үшін маңызды. Біз қазір 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Сонда 2100 жылдан бұрын уақыт болмағаны ма? Болған, бірақ оны мұғалімнен сұрап білейік. Қайталайық. Уақыт өлшем бірліктері. Уақыт өлшем бірліктері секунд, минут, сағат, тәулік, апта, ай, жыл, мүшел, ғасыр. Секунд ең қысқа уақытты өлшейтін бірлік. Секундтан үлкен өлшем бірлігі минут. 60 секунд 1 минутты құрайды. Бір сағат дегеніміз 60 минут. Бір тәулікте 24 сағат бар. Тәуліктен үлкен уақыт өлшемі апта. Бір аптада 7 тәулік бар. Аптадан үлкен өлшем ай. Бір айда 30-31 күннен болады. Тек қана ақпан айында әдетте 28 күн болады да, 4 жылда бір рет 29 күн болады. Айдан үлкен уақыт өлшемі жыл.
бір жылда 12 ай. 365 немесе 366 тәулік бар. Ақпан айы 29 күннен аяқталатын 366 күндік жыл кібісе деп аталады. Әрбір 12 жыл бір мүшел деп аталады. 12 жылдан кейін жылдардың айналымы қайта басталады. Уақыт өлшем бірлігінің ең үлкені ғасыр. Бір ғасырда 100 жыл бар.